Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бөліміміздің атауы балалар мен үлкендер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қасым Қайсенов атамыздың жау тылындағы бала повесі. Оқу мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Топқа бөліну. Бірінші топ тарих, екінші топ өмір, үшінші топ шежіре. Суретке қарап отырып, қандай ойға келіп отырсыңдар? Соғыс даласы, ауыл үстінен төнген жау самолеттері, отқа оранған қазақ даласы. Осы суретке қарап отырып, соғыс сөзі ойға оралатыны сөзсіз. Ендеше соғыс сөзін топтастырамыз. Бәрімізге белгілі, 1941 жылы 22 маусымда Германия Кеңес одағына соғыс ашқан болатын. Бүгінгі өтетін тақырыптың авторы Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында дүниеге келді. Қасым Қайсенов жау тылына 4 рет десантпен түсірілді. Әуелі 1941 жылы 19 қарашада Украинаға, 1943 жылдың соңында Молдавия жеріне, 1944 жылдың басында Румынияға, 1944 жылдың маусым айында Карпат тауына парашютпен түскен. Соның барлығында да жанындағы майдандас достары әртүрлі жағдаймен өлім құшса, кейде санаулы достарымен, кейде өзі аман қалып отырған. Сонан ақыры жау тылынан бірақ шықтым Украинадан. Украинаның көңілеңдерін айттым. Мен олардың запевалы болып кеттім. Ол кезде өзімде даусым жақсы еді, қазір енді нашарлады ғой. Ну-ка, починай, Вася дейді. Онысын соғам мен баяға. Позалогымыз елінім ки позалогым. Сонда олар қосылады. Сели Украина деген керемет мелодичный қалды. Қасым Қайсенов Қазақстан жазушылар одағында түрлі баспаларда жауапты қызмет атқарады. Кейіннен партизанның өмір жолын, қарулас жолдастарының қаһармандығын бейнелейтін жас партизандар, ажал аузында, жау тылындағы бала, партизан соқпақтары, Днепрде, жау тылында, елімнің ертеңіне сенемін секілді көптеген кітаптарын құнарлы тілмен оқырман жүрегіне жеткізеді. Қасым Қайсенов екінші дүниежүзілік соғыстағы ерлігі үшін Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен, 3 рет Қазақ СССР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен және көптеген медальдармен марапатталған. Бірақ Кеңес одағы батыры атағымен жазушылық қырымен танылған еңбектеріне мемлекеттік сыйлық берілмеді. Есесіне Қас батыр Қасым ерлікті аңсаған жас ұрпақтың ең сүйікті кейіпкері. Қаламгер Қасым елдікті аңсаған жас оқырманның ең сүйікті жазушысы атанды. Шын батырға халқының құрметі мен қошеметінен артық марапаттың керегі де жоқ еді. Тек қазақ азат ел болған тұста президент жарлығымен 1995 жылы Қасым Қайсенов тәуелсіз Қазақстанның халық қаһарманы атағы мен Отан орденін алғашқылардың бірі болып кеудесіне тағады. Қасым Қайсеновтың өмірі мен шығармасынан қысқаша үзінді тыңдадық. Бұл кітабында партизан жазушы Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін суреттеп жазған. Сұрапыл соғыс жылдарында Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қилы өмір соқпағы суреттеледі. Кешегі өткен Ұлы Отан соғысы кезінде 10 жасар қазақ баласы Украина жерінде жау тылында партизандар қатарында ерлігімен көзге түседі. Жау тылындағы бала әңгімесін жиксо әдісі арқылы оқып түсінеміз. Сынып оқушылары әңгімені топқа бөліп алып, үй тобынан жұмыс тобына барып,
қайтадан үй тобына келіп, бір-біріне мәтін мазмұнын түсіндіреді. Келесі тапсырма әңгіме мазмұны бойынша авторға хат жазыңдар. Авторға хат: Қасым ата, менен сізге хат. Жау тылындағы бала. Әдебиет теориясы. Сюжет. Сюжет өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Құрамдас бөлшектері: басталуы, байланысы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін анықтаңыз. Басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Берілген кестені толтырыңыз. Шығарманың аты, авторы, оқиға болған уақыт, кезең, кейіпкерлер, шығарманың идеясы, шығармаға сай мақал мәтел. Шығарманың аты жау тылындағы бала. Шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін сәйкестендір. Дамуы, басталуы, аяқталуы, шарықтау шегі, шиеленісуі, байланысуы. Шығарманың басталуы: ауылды қоршаудан құтқаруы. Шарықтау шегі: жаудан ауылдарды құтқаруы. Дамуы: соғыстың басталуы. Байланысы: жауға қарсы келуі. Шиеленісуі: немістердің ауылды басып алуы қатыгездігі. Аяқталуы: жаумен шайқас. Бекіту кезеңінің тапсырмасын орындайық. Соғыс сөзіне 5 жолды өлең құрастырыңдар. 1. Зат есім, 2. Сын есім, 3. етістік, 1. сөйлем, синоним. Кері байланыс табыс сатысымен жүріп өтеміз. Мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын.